Қайырлы күн. Бүгін бунафи пай пирогын жасаймыз. Ол үшін бізге май, қант және бір дана жұмыртқа қажет. Бір келкі масса елеп, оңмен қопсыртқышты араластырып, бір масса шығарамыз. Содан кейін формамызды алып, жайып шығамыз. Жақсылап жайып болғаннан кейін шанышқымен тесіп шығарамыз. Дайын болған массамызға вареный сгущенканы орналастырамыз. Сосын банандарды бір келкі үстіне қойып шығамыз. Дайын болған массамызға сливкиді жағып шығамыз. Сливкиді жағып болғаннан кейін үстін какаомен әсемдейміз. Сонымен біздің пирогымыз дайын.